Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында брынза жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ашыған сүт 4 литр, менде уже 1 литрден пісіріп жатырмын. Газге қоямыз. Осылай бірінші қайнаған кездегі сәті осындай болады, сүттің түрі. Уже қаттырақ қайнаған кездегі сәт 3-4 минуттан асты. Осы сүтке тиіспейміз, осылай қаймағы жиналып, ортаға келу керек. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сары су шыққан кезде марляға тартып аламыз. Оның алдыңғы жасалған брынзаның үстінен мен құя салдым. Талғамымызға байланысты азын-аулақ тұстап жүрсеңіздер болады. Мен аз-аздан тұстадым. Судан шығарып аламыз. Қатты сығып жібермейміз, 1-2 рет қана судан соны сырғытып жіберсек болды. Дәмін көреміз. Дәм сондай бір күшті, қайта-қайта дәмін көргім келеді. Тұз аздау болғандықтан мен үстіне тағы аздап тұз салып жібердім. Жақсылап араластырып, осылай бөлшек күйінде жейтін болсаңыздар, ірімшік, творог сияқты жіберсеңіздер болады. Жоқ әлде басын біріктіріп, 2-3 сағатқа демалдырып жесеңіздер, өзі брынза сияқты болып тұрады. Менде 4 литр сүттен 350 граммдай масса шықты. Байқасаңыздар да осы шығып тұр әдемі. Суытып, дәмін татып жібереміз. Мен 2 сағатқа қойып қойдым. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.